Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика пәні. 116 сабақ есептер шығару. Балалар, бүгінгі сабақта монеталар мен есептеулер орындап, есептер шығаратын боламыз. Бірінші тапсырма: балалар 10 адамға дастархан жайды. Қанша ас үй құралы жетпей тұр? Оны анықтау үшін балалар дастархан үстіндегі ыдыстарды санап алайық. Кесені санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кесе бар екен. Ал енді қасықтарды санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қасық бар екен. Демек, балалар 3 қасық жетпейді екен. Себебі 3 пен 7-нің қосындысы 10 болады. Ал енді тәрелкелерді санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 тәрелке, демек 2 тәрелке жетпейді екен. Себебі 8 пен 2-нің қосындысы 10-ды береді, балалар. Ал енді қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырып көрейік. Қасық 7, кесе белгісіз, бірақ қасықтан 3-еуі артық. 3-еуі артық болғандықтан балалар 7-ге 3-ті қосамыз, сонда 10-ға тең. Жауабы кесе 10 дана. Келесі кесе 10, тәрелке белгісіз, бірақ кеседен 2-ге кем. Шешуі кем болғандықтан балалар 10-нан 2-ні азайтамыз, сонда 8-ге тең. Жауабы тәрелке 8 дана. Келесі қасық 7, кесе 10, қайсысы артық немесе кем екенін тап дейді. Нешеуі артық екенін табу үшін балалар 10-нан 7-ні азайтамыз, сонда мәні 3-ге тең. Сонда кесеміз 3 данаға артық екен. Өзіндік жұмыс. Екінші тапсырма: азық-түліктердің бағасын ең қымбатынан бастап ең арзанына қарай жаз. Бірінші затқа қарағанда екінші зат қаншаға қымбат екенін анықтау қажет болатын есеп құрастыр. Ал енді балалар ең қымбатынан бастап ең арзанына қарай жаз дейді. Яғни кему ретімен жазып шығамыз. Мұнда ең қымбаты нан. Нан 100 теңге. Одан кейін сармай. Сармай 90 теңге. Одан кейін ірімшік. Ірімшік 70 теңге. Одан кейін қант 50 теңге. Содан кейін тәтті тоқаш 30 теңге. Содан кейін бәліш 10 теңге. Мінекей балалар, ең қымбатынан бастап арзанына қарай кему ретімен жазып шықтық. 100, 90, 70, 50, 30, 10 деп. Ал енді есеп құрастырайық. Ірімшік 70 теңге, бәліш 10 теңге. Қайсысы қаншаға қымбат екен анықтауымыз қажет. Ол үшін 70-тен 10-ды азайтамыз, сонда 60-ға тең. Жауабы ірімшік бәлішке қарағанда 60 теңгеге қымбат. Үшінші тапсырма: есепте, досыңды тексер. Жұптық жұмыс. Мұнда балалар берілген есепті шығарайық. 10 мен 5-тің қосындысы 15-ге тең. 18-ден 8-ді азайтсақ 10-ға тең. 19-дан 9-ды азайтсақ 10-ға тең. 20-дан 2-ні азайтсақ 18-ге тең. 15-ге 5-ті қоссақ 20-ға тең. 20-дан 8-ді азайтсақ 12-ге тең. 14-ге 2-ні қоссақ 16-ға тең. 18-ден 6-ны азайтсақ 12-ге тең. 19-дан 3-ті азайтсақ 16-ға тең болады, балалар. Төртінші тапсырма: теңдеулерді шеш. 18 азайту x тең 8. Мұнда x белгісіз сан. X-ті анықтау үшін 18-ден 8-ді азайтамыз. Сонда x-тің мәні 10-ға тең. Ал енді балалар, x-тің мәнін орнына қойып теңдеуді тексереміз. 18-ден 10-ды азайтсақ 8-ге тең. 8 тең 8. Демек, теңдеу дұрыс шешілді. Келесі 60 қосу x тең 100. Мұнда x белгісіз сан. X-ті анықтау үшін 100-ден 60-ды азайтамыз. Сонда x-тің мәні 40-қа тең. Ал енді x-тің мәнін орнына қойып теңдеуді тексереміз. 60-қа 40-ды қоссақ 100-ге тең.
100 тең 100-ге. Келесі x азайту 20 тең 40. Мұнда x белгісіз сан, x-ті анықтау үшін 40-қа 20-ны қосамыз. Сонда x-тің мәні 60-қа тең. Ал енді x-тің мәнін орнына қойып теңдеуді тексереміз. 60-тан 20-ны азайтсақ 40-қа тең, 40 тең 40. Бесінші тапсырма: шырындар мен нан өнімдерін таңдаудың қанша нұсқасы бар? Сатып алынған тауардың құны қанша? Балалар, біз мынау бірінші тұрған кестемен жүріп отырамыз. Тігінен және көлденеңінен екеуінің қосындысын мына әмиянның ішіне жазып отырамыз. 20 мен 20-ның қосындысы 40-қа тең. 20 мен 10-ның қосындысы 30-ға тең. 30 бен 20-ның қосындысы 50-ге тең. 30 бен 10-ның қосындысы 40-қа тең. 50 мен 20-ның қосындысы 70-ге тең. 50 мен 10-ның қосындысы 60-қа тең. Мінекей балалар, осылай сатып алынған тауардың құны қанша екенін анықтаймыз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.